Сәлем достар, бүгін біз сіздермен кернеу ұғымына есептер шығарамыз. Енді алдымен есептің берілгенін оқиын. Өткізгіш ұштарындағы кернеу 5 волт, одан 100 кулон заряд өткенде қанша жұмыс жасалынады дейді. Бірінші есеп. Яғни кернеуін беріп қойған. 5 волт дейді өткізгіштің ұштарындағы. Және осы өткізгіштің бойымен 100 кулон заряд өтті дейді. Осы кезде қанша жұмыс жасалынды деп сұрапты. Теориялық бөлімнен біз өттік, жасаған жұмыс бұл жерде кернеу арқылы есептесек, Q мен U-дің көбейтіндісі дедік. Яғни орнына қоямыз, мәндерін есептейміз. Q тең болады 100 кулон. Көбейтеміз 5 волт. Демек 500 жол жұмыс жасалынды деген сөз. Қарапайым есеп. Келесі екінші есеп. Кернеулігі 2 волт бөлінген метр біртекті өрісте заряд күш сызықтары бойымен 0,2 метр қашықтыққа орын ауыстырды. Осы екі нүктенің арасындағы кернеу қанша дейді. Яғни заряд бір нүктеден бір нүктеге орын ауыстырыпты. Кернеулігі бұл өрістің 2 волт бөлінген метр дейді. Және оның ауыстырған қашықтығы 0,2 метр. Осы кезде екі өткізгіштің арасындағы кернеуді тап дейді. Яғни теориялық бөлімде біз бұны да қарастырғанбыз. Яғни U тең болады E көбейтілген D. Демек U тең E бізде 2 волт бөлінген метр көбейтеміз 0,2 метр. Тең болады 0,4 волт болып тұр. Келесі үшінші есебіміз. Кернеу 4 волт болғанда 1 секунд ішінде 0,8 жол электр энергиясы жұмсалса, велосипед фонарындағы шамның тоқ күші қандай дейді. Яғни бұл жерде кернеу 4 волт болыпты. Және 1 секундтың ішінде дейді, 1 секундтың ішінде. Егер жасалған жұмысы 0,8 жол болса, осы велосипедтің фонарындағы тоқ күші қандай дейді. Енді біз жұмысының формуласын өттік, Q көбейтілген U. Осы арқылы Q-ді есептеп алсақ, A-ны U-ға бөлеміз, яғни жұмыстың кернеуге қатынасы. Енді орнына қойып есептейік, Q тең болады. A бізде 0,8 жол және кернеуі бізде 4 волт. Тең болады 0,2 кулон. Енді бізге тоқ күшін табу оңай, яғни зарядты уақытқа бөлсек, демек 0,2 кулонды бөлеміз, бізде уақыты 1 секунд деп берілген. Демек 0,2 ампер. Яғни өткізгіштің фонарындағы тоқ осыған тең болады екен. Балалар, бүгінгі тақырыпқа шығарған үш есебіміз сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер қандай да бір түсініксіз жері болса, осы видеоның астына пікір қалдырсаңыздар болады. Мен сіздерге жауап беремін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.